Кәдімгі өзіміз бала кезде теріп жүрген одуванчикті жұлсаңыз, енді 13 миллион теңге штраф төлеуге дайындалыңыз. Көктем келгелі бері осынау ақпарат өте жиі тарап жатыр. Біз бұны тексеріп көрдік. Бірден айтайын, ақпарат манипуляция. Бұл айыппұл мәселесі көшеде өсіп тұрған кез келген бақпаққа қатысы жоқ. Яғни штраф арқаламаймыз. Бұл мәселе бақпақ гүлінің қызыл кітапқа енген екі түріне ғана қатысты болмақ. Олар Виталий бақпағы мен көксағыз бақпағы. Қылмыстық кодекске сай қызыл кітапқа енген жойылу алдында тұрған өсімдіктерді жою, яғни жұлғаны үшін 3000 айлық есептік көрсеткіш. Ол шамамен 13 миллион теңге болмақ. Бұл ақпарат жөнінде толығырақ 12 сәуірде өткен үкіметтің пресс-конференциясында экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұркен Шәрбиев қызыл кітапқа енген бақпақтарға ғана қатысты айыппұл салынатын туралы айтты. Вице-министрдің айтуынша кез келген бақпақты жұлу айыппұл салынбайды деді. Ал қылмыстық кодекстің штрафтан бөлек сирек кездесетін өсімдіктерді жою немесе жұлғаны үшін түзету жұмыстарына 800 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға және 3 жылға дейінгі бас бостандығын шектеу немесе айыруға әкеп соғатын жазасы қарастырылады. Алматы облысының сирек және жойылып бара жатқан өсімдіктер түрлерінің каталогінде көксағыз бақпағы каучуктық өсімдік деп түсіндіріледі. Негізінен таралу аймағы солтүстік Тянь-Шань кеген аңғар маңында деп көрсетілген. Ал Виталий бақпағы болса өсімдіктің сирек кездесетін түрі деп жазылған. Қазақстанның Іле Алатауы және Күнгей Алатауы маңында шоғырланған деп жазылады. Әдетте кәдімгі бақпақтың биіктігі сирек кездесетін түрлерінен ұзын болады. Ажырату үшін жапырақтарына да мән беру керек. Сондықтан бақпақ жұларда өте абай болыңыз. Және видеомен бөлісіп, осы штраф жайлы ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз.